Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге жұмыртқа қосылып жасалатын ерекше дәмді бауырсақтың, яғни Рафаэлло бауырсақтарының рецебімен бөлісемін. 2 есе көтеріліп, бір жасағаннан шығатын ерекше бауырсақты сіз де жасап көріңіз. Видео ұнаса соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Бұл бауырсақты жасау үшін ең алдымен таза ыдысқа жылы сүт пен жылы су қосамыз. Бұл бауырсақтың ерекшелігі әрі жұмсақ болуы үшін сары май мен сұйық майды ертіп араластырып, үстіне бір жұмыртқа қосамыз. Үстіне бір ас қасық ашытқыны қосып ерігенше араластырып, оған жарты шай қасық тұз бен бір ас қасық қант қосып араластырамыз. Жылы бір жұмыртқаны салып, оның үстіне еріген сары май мен сұйық майды араластырып, құйып шығамыз. Осы массаны бір келкі болғанша араластырып, оның үстіне алдын ала електен өткен ұнды шет-шетінен аз-аздан сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды көп етіп бірден салуға болмайды, аз-аздан венчикпен араластырып отырып, шетінен салып отырамыз. Бауырсақтың толық рецебін видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Қамыр қолға жабыса береді деп мөлшерден көп ұн салмаймыз, бауырсағымыз қатты болып кетеді. Қамыры қолға жабыса берсе, үстіне бір ас қасық сұйық май қосып, ары қарай илейміз. Иленген қамырды 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып, көтерілгенін тосамыз. Ашып дайын болған қамырдың астына жабыспасы үшін ұн сеуіп, оны оқтаумен жайып, стаканның көмегімен немесе арнайы кескіштің көмегімен дөңгелектеп кесіп аламыз. Кесілген дайын бауырсақтардың бетін жауып, 10 минутқа қайтадан көтерілуге жауып қоямыз. Алдын ала қызып тұрған майда екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бауырсақты міндетті түрде май қатты қызып қайнағаннан кейін бірақ саламыз. Достар, алдағы уақыттағы рецептерді өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сол уақытта ең бірінші рецепті көре аласыз.